Қайырлы күн достар. Бүгін асқабақ қосып, түскі асқа картоп дайындайтын боламыз. Ол үшін картоп, асқабақ, сарымсақ, етті енді өз қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Етсіз де өте дәмді болып шығады. Мен ет қосып жасауды жөн көрдім. Қызып тұрған майымызға етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Өте дәмді болады. Балалар да жақсы көріп жейтін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Етіміз қуырылып болды. Сарымсағымызды салып, жақсылап қуырып, қызарғанша қуырып аламыз. Етіміз дайын болды. Мінекей қуырылып, сарымсақпен енді картопымызды саламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш қоссаңыздар болады. Мен тұз ғана қосып жасадым. Картопымызды кішкене қуырып, асқабағымызды саламыз үстіне. Асқабақты салып, араластырмай, осылай дәміне қарай тұзымызды салып, кішкене су құямыз. 10-15 минутқа бұқтырамыз. Дайын болды асымыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.